Адамдар қайдан пайда болды? Бұл сұрақтың сан ғасырлар бойы жерде тіршілік еткен жандардың барлығы мазалап келе жатқаны жасырын емес. Бұған қатысты сан алуан пікірлер қалыптасып, түрлі пікірталастар жүруде. Ұзарып бүгінгі күнгі қалыптарына келген. Біздің ғаламшарымыздағы барлық жануарлар уақыт өте келе өзгеріске ұшыраған. Қоршаған ортаның құбылыстарына бейімделіп, онда тіршілік ете білуге үйренген. Адам оның ішіндегі ең саналы түрге айналған бірегей тірі ағза. Бұл теория бұрыннан ақ белгілі болды деген пікір қате. Чарльз Дарвин осыдан 200 жыл бұрын өмір сүрген. Оның ашқан теориясының эволюция процесіне қарағанда әлдеқайда жас. Дарвиннің замандастарының басым бөлігі оның теориясын қолдаған. Жас ғалымдар Дарвинмен танысып, бетпе-бет жүздесуді армандаған. Оның еңбектері мен теориясын сүйсініп, оған қатысты өз пікірлерімен бөлісуді мақсат тұтқан. Дарвин өмірден өткеннен кейін де оның теориясы өз өзектілігін жоғалтқан жоқ. Оны жақтаушылар күні-түні зертханалардан шықпай, ұлы эволюция теориясының бұл тұртпас дәлелін іздестірді. Олар да өз есімдерінің Дарвинмен бірге тарихта жазылып қалуын қалаған еді. Мысалы, Томас Гексли адамдар мен маймылдар, құстар мен жорғалаушылар арасындағы морфологиялық ұқсастықтың бар екендігін дәлелдеген. Гексли Дарвин теориясын насихаттау мақсатын алдына қойса, неміс зоологы Эрнст Геккель эволюция теориясы негізінде өз ілімін қалыптастыруға тырысып баққан. Адамның генеалогиялық ағашын жасау арқылы ол әлемдік атаққа ие болды. Онда ғалым жануарлардың барлық түрлерін, яғни омыртқасыз, омыртқалы жануарлар, сүтқоректілерді жіктеген. Эрнст адам мен маймылдың арасындағы аралық топтың бар екенін мәлімдеп, оған питекантроп деген атауды берген. Дарвин теориясы белгілі бір көлемде сынға алынғанымен, бүгінгі күні адам болмысының ғылыми тұрғыдан нақты дәлелденген теориясы болып табылады. Бұдан басқа да адамның пайда болуына қатысты ойлар бар. Адамды Құдай жаратты деген пікірді көпшілігіміз естіген шығармыз. Немесе адамдар жер бетінен тыс тіршіліктен пайда болды деген пайымдаулармен де таныс боларсыңдар. Бұл теориялардың әрқайсының өзін дәлелдейтін фактілері бар. Десек те, ғылым мен діннің арасындағы пікірталас бұл өзге әңгіменің тақырыбы болар.